Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге ескі кітаптар жәрмеңкесінен табылған ескі кітаптарды көрсетемін. Достар, мен Талдықорған қаласында тұрамын. Талдықорған қаласында әр сенбі күні бізде жәрмеңке өтеді. Азық-түліктер жәрмеңкесі, ол коммунальный рынок деген, коммуналдық базар деген аталатын базарда бізде әртүрлі азық-түліктерді сатады. Сол жерге біз отбасымен әртүрлі азық-түліктер аламыз. Және де мен сол базарға барған сайын базардың тыс сыртында үлкен кісілер өздерінің бұрынғы жиналған ескі кітаптарды сатады, қолдан сатылады ескі кітаптар. Анда-санда сол адамдарға барып, қандай қызықты кітаптар бар екенін көріп, өзіме ұнағандарын алып тұрамын. Бүгін мен сіздерге қандай кітаптар табылған туралы айтайын деп отырмын. Достар, енді ескі кітаптар жәрмеңкесінен табылған кітаптар туралы айтып кетейін. Ең бірінші көзіме Алматы 1986 жыл желтоқсан деген кітап шықты. Бұл кітап орыс тілінде екен. Қазір баспасын айтайын, қаншасыншы жылғы? 1991 жылы біздің тәуелсіздік алған жылдары осындай тарихи очерк, тарихи баяндама кітап шыққан екен. Бұл кітап көркем шығарма емес, бұның ішінде әртүрлі сан ресми биліктің қаулысы, осы 16 желтоқсан туралы болған оқиғаға өзінің ресми газеттерде жазылған қаулысы жазылған екен, және де әртүрлі адамдардың осы 16 желтоқсан бойынша ойлары және де лекция оқыған сөздері жазылған екен. Бұл жерде Шаханов айтып кеткен екен очерктері, сон Мурсалиев, сосын Янелиц, Шапарев, Савицкая, Бейсенбайұлы, Датов. Бұл жерде әртүрлі адамдардың интервьюі, очеркі және де газетте шығарылған мақалалары кірген екен. Бұл кітапты коллегия аударма баспасы, Алтын Орда баспасы 1991 шығарған екен. Бұл кітап мен көзіме оттай түсті, өйткені өздеріңіз білесіздер, 16 желтоқсанға аз күн қалды. Мен де осы 16 желтоқсан оқиғасы бойынша бір кітапты іздеп жүргем, оқып, сол видео түсіруге. Бірақ та көркем шығарма, сол оқиға туралы көркем шығарма кітапты таппадым. Ешкім, егер де сондай 16 желтоқсан туралы оқиға туралы кітапты білсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл кітапты мен таптым, және де бұл кітап әрес жыртылайын деп тұр екен. Ескі, және де артына қарасаңыздар, бұл жерде кәдімгідей кір боп солай тұр екен шетінде. Бұл кітапты алдым, қуана. Және де менде келесі кітап көзіме түскен, ол Роберт Стайнның «Ужастики» деген кітабы бар. Егер білсеңіздер, 2000 жылдары біздің балалық шағымызда осы кішкентай кітап журналдар көп сатылатын болған. Бұл жерде хоррор жанрында кішкентай балаларға арналған қорқынышты оқиғалар жазылған. Мен кішкентай кезімде Алматыға немесе алыс сапарға баратын кезде осы вокзалдан осындай шағын ғана кітаптарды алып, жолда оқыған есімде бар. Бірақ та сол «Ужастики» кітабы сақталмаған. Енді менде осы «Ужастики» кітабының бір осындай 18-ші бөлімі бар екен. Егер де болашақта осындай «Ужастики» кітабын тауып жатсам, коллекцияма қосып отырамын. Және де сол кітаптардың арасында, менде ескі кітаптардың арасында өте ерекше кітап, Уолт Диснейдің «Дамбо» ұшатын піл туралы кітабы бар. Бұл бізде Уолт Дисней компаниясы өзі шығарған кітап. Қараңыздар, бұл ағылшын тілінде. Және де бұл кітаптың бір қызығы, сол 1978 жылы шығарылған кітап екен. Өте жақсы сапада сақталған, және ішінде әртүрлі түсті суреттер бар. Бұл кітап туралы мен интернет желісіне іздеген кезде, маған негізі $18, қазір бағасы $18 екен. Мен оны түсінбей, $18,000 деп түсіндім. Өйткені Инстаграмда бір ретро кітаптарды сататын дүкен сол жазып қойыпты, 18 нүкте, сосын 3 нөл қойыпты. Ол негізі $18 екен. Мен дұрыс түсінбей $18,000 деп, оны теңгеге шағып, 9 миллион теңге тұрама деп қатты қуанып едім. Бірақ та ол негізі қазіргі бағасы 9.000 теңгелік кітап екен. Бұл сол Диснейдің өзі шығарған кітаптар сериясында
әртүрлі Микки Маус, тағы да Диснейдің атақты кейіпкерлері туралы кітап сериясында шыққан. Дамбоды сол Диснейдің ең бірінші кейіпкерлерінің бірі Дамбо туралы кітап. Және де сол ескі кітаптардың ішінде мұнда киелі кітап әңгімелері деген тағы да бір кітап көзіме түсті. Бұл кітап мен түсінсем бір 2000 жылдары біздің егемендік 91 жылдан алған егемендіктен бері біздің елге әртүрлі діни өкілдер кірген болатын. Сол 2000 жылдары бізде негізі осы Талдықорғанда бүткіл елде әртүрлі дін өкілдері, секталар кіріп, осындай тегін кітаптар таратқан. Мен есімде бар, әртүрлі осындай түрлі түсті кітаптар болатын. Бірақ та оларды мен кішкентай кезімде оқымағанмын да. Сол кітаптар сатылып жатыр екен қазір. Сосын мен оны сол бір шынайы оқып, оған дінге сену мақсатында емес, жай ғана сол естелік ретінде не туралы оқиғалар жазылған екенін ретінде қызығушылықпен алып отырмын. Достар, егер де сіздерге осы кітаптар топтамасы ұнаса, жазыңыздар, қай кітап туралы толығырақ түсіруге болатын, кәдімгідей үлкен бір видео түсіруге ойластырамын. Осы келесі апта осы бүткіл осы желтоқсан оқиғасы туралы кітаптың бәрін оқып үлгермесем де, Мұхтар Шахановтың жазған бөлімін оқып, міндетті түрде сол туралы видео түсіруге тырысамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.